Сәлем достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздер білен Наргиза. Бүгін мен сіздер білен өзбектің милли таамдарының бірі жұқпа дайындау әдісін білен бөліспекшімін. Алдымен оның үшін тұзды суға жақсылап қатты қылып қамыры илеп қоямыз. Қамырының илеуі қанам дегенше фаршымызды азырақ майымызға қуырып, жақсылап үстіне мұрышымызды, тұзымызды саламыз. 7-8 минут көлемінде фаршымызды қауырып алып, үстіне ұсақтап туралған пиязымызды да саламыз да, жақсылап араластырып, астын жай отқа қойып, бір 10 минут көлемінде бұқтырып қоямыз. Енді етіміз білен пиязымыз әдемілеп пісемін дегенше қамырымызды алып, осылай зуалаларға бөліп, оны өстіп домалақ етіп, кесіп шығамыз. Кесілген қамырларымызды да дәл мен видеода көрсетіп тұрғандай домалақ етіп, тағы да тындыруға қойып қоямыз. 10 минут көлемінде тындырылған қамырларымызды алып, енді осылай ұнның көмегі білен жақсылап басамыз. Ұн қанша көп сөксеңіздер, сонша жақсы. Бұл тағам негізі ұнымен істеледіған тағам. Домалақ шариктеріміздің бәрін алып, мен видеода көрсеткендей етіп, қамырды үлкейтіп, бір шекеге қоямыз. Олар тынам дегенше, бірінші істеген домалақтарымызды алып, қайттан оны оқтаудың көмегімен жақсылап жайып атқаныңызда, арасына ұнды көбірек молынан себіңіздер. Сонда қамырларымыз жабысып қалмастан әдемілеп, бір штук әдемі болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіп ұмытпаңыздар, достар. Қамырларымызды жайып бір шекеге қойып, табамызды аламыз да біріншісіне сәл ғана майлап жеріп, пісіруді бастаймыз. Астындағысы піскенде бергі бетін аударып, бергі беті піскенде арғы бетін аударып, осылай пісіріп аламыз. Сосын піскен жұқпаларымызға алдын ала пісіріп дайындап алған фаршымыз бен пиязымызды салып, жақсылап бүктеп, әдемілеп бір шекеге қоя бастаймыз. Салмасын қалағандарыңызша салсаңыздар болады, қалағанша өздеріңіз фасон беріп бүктесеңіздер болады. Кейбіреулер төртбұршек бүктейді, кейбіреулер сол домалақ бойынша үстін теріп кетеді. Ал біздікілер үшбұршек етіп, осылай ұстап жеуге ыңғайлы деп бүктейміз.